Балалар, здравствуйте, ребята. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы денің сау болсын десен. Если хочешь быть здоровым. Жаңа сөздер, новые слова. Денсаулық, здоровье, дәрігер, врач. Күту, беречь, күт, береги, суда жүз, плавай по воде, тазалық, чистота. Балалар, бірінші тапсырманы оқимыз. Ребята, первый тапсырма прочитайте. Адам үшін денсаулықты сақтау аса маңызды. Денің сау болсын десен, жеміс жидекті көп же. Спортпен шұғылдан, суда жүзіп үйрен, таза ауада серуенде. Адам үшін денсаулықты сақтау аса маңызды. Для человека сохранить здоровье очень важно. Денің сау болсын десен, жеміс жидекті көп же. Если хочешь быть здоровым, кушайте продукты. Спортпен шұғылдан. Занимайся спортом. Суда жүзіп үйрен. Научись плавать по воде. Таза ауада серуенде. Гуляй на свежем воздухе. Тогда отвечайте вопрос. Дене жаттығуының денсаулыққа қандай пайдасы бар? Какая более физические упражнения для здорового человека? Хорошо, ребята. Следующая презентация. Жаңа сөздермен сөйлем құрайық. Смотрите, прочитайте, хорошо? Второе задание. Екінші тапсырма. Прочитайте загадку и найдите ответ. Хорошо. Тогда вместе прочитаем со мной. Жұмбақ. Загадка. Оны күткен адамдар ұзақ өмір сүреді. Қадірін білген адамдар байлық осы деседі. Ответ – денсаулық. Найдите ответ. Ответ – денсаулық, здоровье. Третье тапсырма. Страница 5, третье тапсырма. Третье задание. Отвечайте вопрос. Выполните третье тапсырма и четвертый тапсырма. Денсаулық туралы мәтін құрастырып жаз. Составайте текст о здоровье. Денсаулық, дұрыс тамақтану, правильное питание, тазалық сақтау, сохранить чистоту, денені шынықтыру, закаляет тело. Балалар, рахмет. Сау болыңдар. Сабақ аяқталды. Спасибо за урок.